4+1 моделі зейнетақы жинағы қалай көбейеді? Қазақстанда зейнетақы жүйесіне жаңарту мәселесі қайта күн тәртібіне шықты. Қазір мамандар жаңа тәсілдерді қарастырылып жатыр. Сонымен бір шартты түрде 4+1 аталатын модель. Бұл жүйе зейнетақының жинақтау және төлену тәсілдерін өзгертуі мүмкін. Қазір зейнетақы қалай жиналады? Бірыңғай жинақтау зейнетақы қорының мәліметінше, бүгінгі зейнетақы әртүрлі төлем есебінен жиналады. Жұмысшылар ай сайынғы жалақының 10%-ын міндетті түрде зейнетақы жарнасы ретінде жеке шоттарына аударады. Ал жұмыс берушілердің міндетті зейнетақы жарналарын 2024 жылдан бастап енгізілді және кезең-кезеңмен өсіп жатыр. 2024 жылы 1,5, 2025 жылы 2,5, 2026 жылы 3,5, 2027 жылы 4,5, 2028 жылы 5%-ды құрайды. Қазір бұл жұмыс берушілер төлейтін жарналардың шартты зейнетақы шоттарына түседі, яғни ол ақпарат қызметтерінің жеке меншігі болып саналмайды және де мұраға берілмейді. 4+1 моделі қалай жұмыс істейді? Жаңа ұсыныстар отырған модель бойынша жұмыс берушілердің жарналары екіге бөлінеді. 4% қызметкерлерге жеке қызмет шотына, 1% ортақ зейнетақы қорына түседі. Егер бұл жүйе енгізілсе, азаматтар жеке жинағы айтарлықтай жылдам өседі. Себебі 10% қызметкерлердің міндет жарнасы, 4% жұмыс берушілердің жарналары ретінде зейнетақы шоттарына түседі. Осылайша жеке шоттарындағы жинақтауы 14%-ға дейін ұлғаяды.